Алматы қаласының Әуезов аудандық нөмір 2 соты Бауыржан Байбек пен Жанболат Мамайдың арасындағы дауға қатысты сот үкімін шығарды. Сот Жанболат Мамайдың Бауыржан Байбекке қатысты деректі фильмін өшіруге міндеттеді. Алайда Инга Иманбай сот үкімімен келіспейтінін айтып, апелляциялық шағым түсіретінін ескертті. Қос тараптың арасындағы дау қалай басталды және Бауыржан Байбек шынымен жемқор емес пе? Бұған дейін Жанболат Мамай Нұр Отан партиясының төрағасының бірінші орынбасарының жемқорлығы туралы деректі фильм жариялаған болатын. Міне осыдан кейін Бауыржан Байбек арнайы сұхбат беріп, Жанболат Мамайды сотқа беретінін ескертті. Бір айға созылған сотта Назарбаевтың орынбасарының жеңіске жететіні көпшілікке белгілі болатын. Өйткені судья Райхан Сартаева айыпталушы тараптың сөзін тыңдамай, іске қатысты азаматтарды сотқа шақырмады. Мәселен, күні кеше Жанболат Мамай Бауыржан Байбек пен оның әкесін сотқа куәгер ретінде шақырды. Алайда судьяның экс-президенттің кластасы мен оның орынбасарын сотқа шақыруға дәті жетпеді. Жалпы бұл сотта Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасарының жеңіске жететіні көпшілікке белгілі болатын. Ендеше Бауыржан Байбек Жанболат Мамайға қарсы неге ақпараттық шабуылды ұйымдастырды? Жоғарғы лауазымды тұлғаны ақтап, қоғам белсендісін айыптап жазылған мақала мен пост-таразда енді оған видеоблог қосылды. Бұл іске Бот-Перманы басқарады делінген Айдос Шұханұлы білек сыбанып кірісті. Бауыржан Байбекті қолдап отырмағанын айтқан ол, мәселені ақ-қарасын ажыратқысы келіп, шыдай алмай кеткен көрінеді. Бауыржан, неге зәулім үйде тұрасың? Туыстарың неге бизнеспен айналысады? Қалай байып кеттің дейсіз? Шынымды айтсам, елдің қамын жеймін, саясаткер боламын деп жүрген адамнан мұндай сөз күтпеп едім. Осы сөздеріңізге қарным ашты. Ол сіз айтқандай зәулім болмаса да көп қабатты жайлы үйде тұрады екен. Ондай үйде қазір екінің бірі тұрып жатқан жоқ па? Ел емеспіз бе? Оның үстінде Бауыржан Байбек ресми жұмыс істеп жүрген, әкім болған, нақты табысы бар адам. Мұндай лауазымдағы адамның жалақысы да қомақты екені жұртқа белгілі. Сонымен бірге туыстарында да сіз айтқандай 100 болмаса да 7-8 бизнес көзі бар екенін білдік. Демек, жайлы үйде тұруға шамасы бар. Ағайын, мен мұнда Бауыржан Байбекті қолдап тұрған жоқпын. Журналист болған соң ақпарат әлемін бағып отырамын. Аңқау елге арамза молда дегенде Жанболат мырзаның тым шектен шығып, қисынсыз сөзді үдетіп бара жатқанына шыдай алмай кеттім. Сондықтан да мәселенің ақ-қарасын айырайын деп, Жанболат Мамайдың өзіне жоғарыдағы сұрақтарды төтесінен қойып отырмын. Негізі Бауыржан Байбекке қарсы да шыдай алмай кетіп қоятын сұрақтар баршылық. Міне осы сұрақты Айдос Шұханұлы неге қоймайды? Өкінішке қарай, өзін бейтарап журналист санайтын адамның оған шамасы жетпейді. Бауыржан Байбекті ақтау операциясына Айдос Шұханұлынан бұрын журналист Зейін Әліпбек, Ораз Әлімбек, Самат Сүлей, саясаттанушы Мақсат Жақау, Бауыржан Серікбаев және мәжіліс депутаты Елнұр Бейсебаев сынды азаматтар араласты. Аты аталған азаматтардың арасында бұрыннан биліктің сойылын соғып жүрген азаматтар бар. Олар жоғары жақтың айтағынсыз, бекерден бекер пост жазбайтын, өте сақ адамдар. Демек, Бауыржан Байбекті ақтау науқаны жоғары жақтан арнайы ұйымдастырылған тәрізді. Бір қызығы, Бауыржан Байбекті ақтап пост жазу науқанына қатысқан Мақсат Жақау мен Самат Сүлей парақшаларынан өз жазбаларын өшіріп тастаған екен. Соған қарағанда олар жоғары шенді адамды ақтап пост жазудың ұят тірлік екенін әу баста білген тәрізді. Мәселен, Бауыржан Байбекті ақтап көлемді пост жазған Зейін Әліпбек ақыр аяғында Жанболат Мамайдан кешірім сұрауға мәжбүр болды. Журналист өз жазбасында менің қолыммен от көсегісі келгендерін енді түсініп отырмын деп жазды. Алайда ол кімдердің өзіне тапсырыс беріп, от көсегісі келгенін ашып айтпады. Десек те бұл жазба ақпараттық шабуылдың артында Бауыржан Байбектің өзі тұруы мүмкін деген күдікті дәлелдей түсті. Елдегі билік партиясының тізгінін ұстап отырған Бауыржан Байбек неге алдын ала байбалам салып ақталу акциясын ұйымдастырды? Елдегі сотты ащы алақанында жұмсақ жұдырығында ұстап отырған адамның ақталуы күдік тудырады. Егер ол ағадал болса, Жанболат Мамаймен дебатқа шығып, сотқа қатысудан неге бас тартты? Жалпы қос тараптың арасындағы дауда Самарқанда бір апам бар, менен де өткен сорақы деген сөз еске түседі. Шын мәнісінде Бауыржан Байбек пен Жанболат Мамайдың арасында айырмашылық шамалы. Мәселен, кезінде Жанболат Мамай ата заңнан орыс тілін ресми тіл деген бапты алып тастау туралы 137-нің хатына қол қойып, кейін одан бас тартқан болатын. Сондай-ақ Айдос Шұханұлының балаңды қандай ақшаға оқытып жатырсың деп сұрауының жаны бар. Егер ол халықшыл адам болса, баласы неге мемлекеттік мектепке бермейді? Билікке келген соң Бауыржан Байбектен асып, жемқор болмасына кім кепілдік береді? Әйтсе де Жанболат Мамай Бауыржан Байбекті жемқорлық ісі бойынша айыптап жатқанда, танымал азаматтардың лауазымды тұлғаны жақтап шығуы ұят тірлік болды.
мәселенің ақ-қарасына көз жеткізбей тұрып, жоғары шенді азаматты ақтап кеткен жағымбаздар Жанболат Мамайдың сөзінде де бір шындық бар шығар деп неге ойланбады? Елбасының өзі қайсы бір жиында кез келгеніңді қолыңнан жетектеп түрмеге отырғызуға болады деп айтты емес пе? Өйткені экс-президент кез келген басшыны түрмеге отырғызуға болатын жүйе құрған болатын. Демек, Назарбаев айтпақшы, Бауыржан Байбектің де қолынан жетектеп түрмеге отырғызуға болатын шығар. Кім білсін? Біздің бір білетініміз, Бауыржан Байбек келесі президент бола ма деп жұрт алдын ала жағымпазданып жатқан тәрізді.